Салем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай орама манты дайындаймыз. Яғни узбекский ханым деп аталады. Ал кеттік, ендеше бірге бастайық. Ол үшін біз ыдысымызға 500 грамм су құйып аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қолға жабыспайтындай ұн саламыз. Осындай күштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Енді бұны демалтып қоямыз. Оған дейін бұның начинкасын дайындаймыз. Алдымен етімізді турап аламыз. Етті дайындап алдық. Енді пиязымызды турап аламыз. Начинкамызға 2 картоп қосамыз. Бұны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Міне начинкамызға қоспалардың барлығын дайындап алдық. Енді тұздықтар қосып, барлығын араластырып аламыз. Начинкамыз дайын. Енді демалуға жіберген қамырымызды алып 4 бөлікке бөлеміз. Менің қамыр жаятын жерім кішкентай болғандықтан ыңғайлы болу үшін осындай кішкентай 4 бөліктерге бөліп алдым. Сіздер 2 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады, немесе осы күйінде жайсаңыздар да болады, өз қалауларыңызға қарай. Осылай бөліп алғаннан кейін енді қамырымызды жаюды бастаймыз.
Мен сіздерге оңай қамыр жаю түрін көрсете кетейін. Осындай видеодағыдай жайсаңыздар барлық жағы теп-тегіс болып шығады, әрі жайылуы өте оңай және тез. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды жоқа етіп жайып аламыз. Енді бұны сұйық маймен жақсылап майлап шығамыз. Барлық жерін майлап біткенімізден кейін начинкамызды барлық жеріне жайып салып шығамыз. Міне барлық жеріне бірдей салып алдық, енді орап шығамыз. Дайын болды. Енді мантаваркамызға салып пісіріп аламыз. Мантаваркамыздың астын сұйық маймен майлап аламыз, асты жабысып қалмау үшін. Пісіруге жібермей тұрып, орама мантымызды бетіне сұйық май жағып шығамыз. Осылай май жағып алатын болсақ, мантымыз піскен кезде беті құрғақ болып қалмайды. Мантыны пісіруге мен суын қайнатып дайындап қойғанмын. Мантыны пісіруге 45 минутқа қоямыз. Начинкамыз ет болғандықтан көп қайнауы қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын болды. Пісіп шыққан орама мантымызды кесіп тарелкеге салып, дайындап қойған томатная пастамды бетіне жағып алдым. Менің жасап көрсеткен рецептім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп, лайк баса кетіңіздер.